бәрі тек өзіне байланысты. Өмірінің әрбір сәтін өзің қалыптастырасың. Мақсатына жету жолында кедергілер көп болар, бірақ ең бастысы сенің талпынысың мен табандылығың. Ешкім сен үшін арманыңды жүзеге асырмайды. Тек өзің ғана сол жолды жүріп өтуге қабілеттісің. Әрбір жаңа күн жаңа мүмкіндік. Сондықтан ешқашан берілме, алға ұмтыл. Сенің қолынан бәрі келеді. Өзіне сен, өзіңді жен. Алға қойған мақсатына жету үшін ең бастысы өзіне сенімді болу керек. Әрбір қадам сені мақсатына жақындатады. Өзіне деген сенім мен күш-жігер әрқашан сенің қолыңда. Өмірде жетістікке жетудің ең маңызды қадамы өзіне деген сенімді жоғалтпау. Қандай қиындық болса да, оны жеңуге қабілеттісің. Сенің қолыңнан бәрі келеді. Тек алға ұмтылып, өз күшіне сенсең болғаны. Сен бай боласың ба, кедей боласың ба, біреуді кінәлап жертва боласың ба, үкіметті кінәлап, бастықты кінәлап, өмірді кінәлап, бейшара күйге түскенше өз өміріңді қолыңа ал. Сен ересек адамсың. Сенің жасың 18-ге толса, сен өз өміріңді қолыңа алып, ересек адамның өмірін сүр. Детский позициясына түсіп қалма. Сен ересек адамсың. Сенің денің сау, миың бар, ойлай аласың. Ендеше өзіңді қолыңа ал да, өз өміріңді қалағанша өмір сүр. Сен бәрін жақсы жаққа өзгерте аласың. Сенің қолынан келеді. Алла сені осы дүниеге жақсы болсын, жақсы өмір көрсін деп жібереді. Бірақ біз өз орнымыздан тайып кеткенде, мысалы, біреуді кінәлаймыз, жамандаймыз, өсектейміз. Сонда біз өз орнымыздан кетіп қалып, басқа орынға ауысқанда, біз байлықтан, жақсы өмірден, денсаулықтан айырылады екенбіз. Олай болмас үшін біз ересек адам болып, өз өмірімізді өз орнымызда сүруді, қалай бар, солай барлық адамдарды қабылдап, жаман нәрсе айтпай, өз өмірімізге балта шаппай, наоборот, өмірімді бай қуатты, бақытты болып өзгерт.